Сәлем достар, сіздермен бірге Айзада каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәл ресторанда әзірлейтіндей шырғанақ, яғни облепиха мен цитрус қосылған шайды әзірлеймін. Дәмді, әдемі, пайдалы, витаминді шай немесе құр сусын етіп ішсеңіз де болады. Ал бұл шайдың түсі мен хош иісі әрқашан отбасыңызды қуантып, көңіл күйіңізді көтеріп, әл ауқатыңызды жақсартады. Сондықтан міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап менімен бірге әзірлеңіздер. Ең алдымен бізге бір дана үлкен апельсин қажет. Қабығынан аршып аламыз. Достар, қолдауларыңызды көріп, өте қуанып қаламын. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, келесі және басқа да видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Үлкен емес бөліктерге бөліп, кез келген блендерге саламыз. Шамамен 20-30 грамдай имбирді де үлкен емес бөліктерге бөліп қосамыз. Әрине, қосу қоспауы немесе имбирді көбірек қосу, азырақ қосу бәрі өз қалауыңыз бойынша. Ең басты ингредиенттің бірі ол бізде шырғанақ, яғни облепиха. Шамамен 300-330 грамм қажет. Бір шай қасық даршынды қосамыз. Және қалауыңыз бойынша жалбызды да қоссаңыз болады. Осылайша барлық ингредиенттерді кез келген блендерде бірнеше секундта араластырып аламыз. Кейбіріне пюре тәрізді ұнамайды. Егер сізге де ұнамаса, бәрін ет тартқыштан тартып алсаңыз болады. Сонда барлық ингредиенттер іртіктеу болады. Үйіңізде бар кез келген пішінге құйып, мұздатқышқа толық қатқанша жібереміз. Сонда кез келген уақытта алып шығып, дәмді әрі пайдалы шай 1 минутта дайын болады. Достар, каналыма тіркеліп, дәмді, оңай әрі пайдалы рецепттерімді көруге кеңес беремін. Міне, үлкен-үлкен 6 дана шықты. Біреуін бір үлкен шәйнекке кетеді. Шәйнекке бір данасын салып, үстінен қатты градуста қайнаған суды емес, кішкене суыған ыстық суды құюға кеңес беремін. Қалауыңыз бойынша жапырақты қара немесе жасыл шайды қосып, жақсылап араластырып ішсеңіз болады. Және шайға дәміне қарай бал немесе қант қосыңыз. Міне біздің дәмді, түсі қанық, өте пайдалы шайымыз дайын болды. Шайдың түсі мен хош иісін айтып жеткізе алмаймын. Сондықтан бір рет болсын жасап көруге кеңес беремін. Содан кейін үнемі жасайтыныңызға сенімдімін. Ал қалған бөлігін арнайы мұздатқышқа арналған зип пакетке салып,
мұздатқышқа қайтадан салып қоямыз. Сонда кез келген қалаған уақытыңызда өте дәмді, пайдалы шайыңыз дайын болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге әзірлесеңіз көп рахмет. Асыңыз дәмді болсын. Видеома лайк басып, осы және басқа да видеолармен достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Аман сау болыңыздар.